Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бүгін қысты күні жейтін өте дәмді, кез келген тамақпен жақсы желінетін салаттың түрін көрсетемін. Олай болса, видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Бізге ең керегі осылай қызанақ керек болады. Тәтті бұрыш, чеснок, қияр және сұйық май және бізге қара бұрыш керек болады. Қызанағымыз бен тәтті бұрышымызды ет тартқыштан немесе блендерден жақсылап өткізіп алатын боламыз. Описание бөлімінде сіздерге қанша мөлшерде кететінін жазып қойдым. Міндетті түрде қарап, сол жерден жасасаңыздар болады. Тартылған қызанағымыз бен тәтті бұрышымызды осылай үлкен ыдысымызға салып, жақсылап қайнатып алатын боламыз. Бір қайнап шыққаннан кейін осылай үлкен бір ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, оның үстіне 100 грамм ғана сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, 15 минут қайнатып алатын боламыз. Өте қатты отта емес, баяу отта біркелкетіп жақсылап қайнатып аламыз. 15 минут уақыт өтті. Міне бізде қызанақтарымыз бен тәтті бұрышымыз сондай әдемі болып қайнап шықты. Енді оның үстіне туралған қиярымызды саламыз. Қиярымызды айтпақшы, өте жұқа етіп турамайсыздар, өте қалың да қылмайсыздар, орташа етіп турап саласыздар. Өте жұқа қылып турасаңыздар, барлығы езіліп, салаттарыңызда көрінбей қалады. Сол үшін орташа қалыңдықта турауға сіздерге кеңес беремін. Қызанағымыздың үстіне қиярымызды салып, тағы да 15 минут қайнатып аламыз. Міне бізде қиярымыз да 15 минут қайнап шықты. Енді оның үстіне сарымсағымызды саламыз. Және осылай түйір қара бұрышымызды саламыз. Одан кейін бізде өздеріңіз ұнататын кез келген ас көкті салсаңыздар болады. Менде қазір кинза салдым. Осылай салып, тағы да 1-2 минут қана қайнатамыз. Қыстың күні өте дәмді, сондай сырттан тоңып келген кезде нағыз тамақтармен тәбетті ашатын салаттардың бірі болады. Жасалу жолы өте оп-оңай, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, отбасыларыңызға өте дәмді салаттар ұсынсаңыздар болады. Міне бізде 1-2 минут қайнады. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді осының үстіне бір ас қасық толтырмай 9% уксусымызды саламыз. Тағы да 1-2 араластырып жеріп, енді банкілерге жабатын боламыз. Мен банкілерді үнемі духовкеге салып аламын. Духовкеге бірінші банкілеріңізді саласыздар, одан кейін барып духовкаларыңызды қосасыздар. 180 градуста 15 минут қана қыздырып аласыздар банкілеріңізді. Ешқандай атылмайды. Мен неше жылдан бері дәл осы әдіспен істеймін. Міндетті түрде жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Осылай барлық салаттарымызды салып аламыз. Енді крышкаларымызды қайнап тұрған суға 1-2 минут салып аламыз. Осылай қойып, қатты басып тұрып, жауып аламыз. Өте оп-оңай, жасалу жолы өте оп-оңай. Қызанақ пен тәтті бұрышты ғана өткізесіздер. Қалған қиярды осылай турап-турап салып жібересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыстың күні ең тәбетті ашатын, кез келген тамақпен бірге қосып жейтін салаттарыңыз болады. Қалған салаттарымызды дәл осылай банкімізге салып аламыз. Өте дәмді салаттар болады, ешқандай қиындығы жоқ. Бар болғаны қызанақ пен тәтті бұрышты ғана өткізесіздер, ал қиярды турап-турап салып жібересіздер. Өте оп-оңай. Мен неше жылдан бері осы салатты қолданамын. Қыстың күні кез келген тамақпен сүйсініп жейтін салаттарыңыз болады. Дәл қазір жаздың күні жауып алсаңыздар болады. Осылай барлығын банкілерімізді жақсылап жауып аламыз. Менде қазір 4 литр шықты. Міне біздің салатымыз дайын. Сіздерге көрсету үшін осылай жартысын алып қалдым. Өте әдемі салат болады. Қиярлары сондай
Енді банкілерімізді осылай төңкеріп қоямыз және үстін жауып жылы жерде бөлме температурасында 2 күн дәл осылай сақтаймыз. 2 күннен кейін өздеріңіздің орындарына қоя бересіздер. Дәл мен көрсеткен рецептпен жасаңыздар, қыстың күні сіздердің ең сүйікті салаттарыңыздың бірі болуы сөзсіз. Барлықтарыңызға ас болсын.